Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен 7-ші сыныпқа арналған Алматы таңы тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 120 сөз және мәтін 4 абзацтан тұрады. Алдымен әдеттегідей мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Алматы таңы. Қабен ерте оянды. Төсектен күн шықпай тұрып кеткен. Шіркін, Алматы таңы. Талғардың ту сыртынан қылаң беріп, аспанның шығыс шалғайын қызыл нұрға малындырған жазғы таң келеді. Қарлы шыңдарын шығар күнге тоса көлбеген кербестау, қала жағын қоңыр шымылдықтай көлегелеген таң қараңғысын. Құз шатқалдарына сырғытып сүріп жіберіп, кеудесін жалаңаштап алған. Өзі орнынан бір қопарылып, бері тақаған тәрізді. Күндегіден әлде қайда жақын, қалаға ентелей төніп тұр. Жотасында сыңсыған жасыл қарағайларының көлеңкелеріне дейін апанық көзге шалынады. Алатау, шіркін, паң-ақ ау. Кең көшелерге тау қойнынан таза, мол тыныс еніп, сергітіп тұр. Жасыл жапырақтарын ақырын ескен таң самалына жайқалтып, бұтақтарына әнші құстар қонақтаған бойра теректер мен ақ балтыр қайыңдар жан біткенге жұмсақ саясын ұсынып, жайлы таңда өз сұлулығына өздері елтігендей рақаттана маужырайды. Мінекей достар, диктантымыздың мәтінімен таныстық. Енді диктантымыз жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазамыз. Алматы таңы. Жазамыз. Алматы таңы. Алматы таңы. Бірінші сөйлем. Қабен ерте оянды. Жазамыз. Қабен ерте оянды. Сөйлемді тексереміз. Қабен ерте оянды. Келесі сөйлем. Төсектен күн шықпай тұрып кеткен. Жазамыз. Төсектен күн шықпай тұрып кеткен. Сөйлемді тексереміз. Төсектен күн шықпай тұрып кеткен. Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Шіркін, Алматы таңы. Жазамыз. Шіркін, Алматы таңы. Сөйлемді тексереміз. Шіркін, Алматы таңы.
Келесі сөйлем азат жолдан бастап жазылады. Талғардың ту сыртынан қылаң беріп, аспанның шығыс шалғайын қызыл нұрға малындырған жазғы таң келеді. Жазамыз. Талғардың ту сыртынан қылаң беріп аспанның шығыс шалғайын қызыл нұрға малындырған жазғы таң келеді. Сөйлемді тексереміз. Талғардың ту сыртынан қылаң беріп, аспанның шығыс шалғайын қызыл нұрға малындырған жазғы таң келеді. Келесі сөйлем. Қарлы шыңдарын шығар күнге тоса, көлбеген кербестау, қала жағын қоңыр шымылдықтай көлегелеген таң қараңғысын. Құз шатқаларында сырғытып түсіріп жіберіп, кеудесін жалаңаштап алған. Жазамыз. Қарлы шыңдарын шығар күнге тоса көлбеген кербес тау қала жағын қоңыр шымылдықтай көлегейлеген
таң, қараңғысың, құз, шатқалдарына, сырғытып, түсіріп, жіберіп, кеудесін, жалаңаштап, алған. Сөйлемді тексереміз. Қарлы шыңдарын шығар күнге тоса, көлбеген кербез тау, қала жағын қоңыр шымылдықтай көлегелеген таң қараңғысын. Құз шатқалдарында сырғытып түсіріп жіберіп, кеудесін жалаңаштап алған. Келесі сөйлем. Өзі орнынан бір қопарылып, бері тақаған тәрізді. Күндегіден әлде қайда жақын. Қалаға ентелей төніп тұр. Жазамыз. Өзі орнынан бір қопарылып бері тақаған тәрізді. Күндегіден әлде қайда жақын. Қалаға ентелей төніп тұр. Сөйлемді тексереміз. Өзі орнынан бір қопарылып, бері тақаған тәрізді. Күндегіден әлде қайда жақын. Қалаға ентелей төніп тұр. Келесі сөйлем. Жотасында сыңсыған
Жасыл қарағайларының көлеңкелеріне дейін апанық, көзге шалынады. Жазамыз. Жотасында сыңсыған жасыл қарағайларының көлеңкелеріне дейін апанық, көзге шалынады. Сөйлемді тексереміз. Жотасында сыңсыған жасыл қарағайларының көлеңкелеріне дейін апанық, көзге шалынады. Келесі сөйлем. Алатау, шіркін, паң ақау. Жазамыз. Алатау, шіркін, паң ақау. Паң ақау. Сөйлемді тексереміз. Алатау, шіркін, паң ақау. Келесі сөйлем. Азат жолдан жазылады. Кең көшелерге тау қойнынан таза, мол тыныс еніп, сергітіп тұр. Жазамыз. Кең көшелерге тау қойнауынан таза, мол, тыныс, еніп, сергітіп, тұр. Сөйлемді тексереміз. Кең көшелерге тау қойнауынан таза, мол тыныс еніп, сергітіп тұр. Келесі сөйлем. Соңғы сөйлем. Және бұл кішкене ұзақтау.
Жасыл жапырақтарын ақырын ескен таң самалына жайқалтып, бұтақтарына әнші құстар қонақтаған бойра теректер мен ақ балтыр қайындар жан біткенге жұмсақ саясын ұсынып, жайлы таңда өз сұлулығына өздері елтігендей рақаттана маужырайды. Жазамыз. Жасыл жапырақтарын ақырын ескен таң самалына жайқалтып, бұтақтарына әнші құстар қонақтаған бойра теректер мен ақ балтыр қайыңдар жан біткенге жұмсақ саясын ұсынып жайлы таңда өз сұлулығына өздері елтігендей рақаттана
маужырайды. Сөйлемді тексереміз. Жасыл жапырақтарын ақырын ескен таң самалына жайқалтып, бұтақтарына әнші құстар қонақтаған, бұйра теректер мен ақ балтыр қайыңдар жан біткенге жұмсақ саясын ұсынып, жайлы таңда өз сұлулығына өздері елтігендей рақаттана маужырайды. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Қазір мен мәтінді қайталап толық оқып шығамын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Алматы таңы. Қабен ерте оянды. Төсектен күн шықпай тұрып кеткен. Шіркін, Алматы таңы. Талғардың ту сыртынан қылаң беріп, аспанның шығыс шалғайын қызыл нұрға малындырған жазғы таң келеді. Қарлы шыңдарын шығар күнге тоса көлбеген кербестау, қала жағын қоңыр шымылдықтай көлегелеген таң қараңғысын. Құз шатқалдарына сырғытып сүріп жіберіп, кеудесін жалаңаштап алған. Өзі орнынан бір қопарылып, бері тақаған тәрізді. Күндегіден әлде қайда жақын, қалаға ентелей төніп тұр. Жотасында сыңсыған жасыл қарағайларының көлеңкелеріне дейін апанық көзге шалынады. Алатау, шіркін, паң-ақ ау. Кең көшелерге тау қойнынан таза, мол тыныс еніп, сергітіп тұр. Жасыл жапырақтарын ақырын ескен таң самалына жайқалтып, бұтақтарына әнші құстар қонақтаған, бұйра теректер мен ақ балтыр қайыңдар жан біткенге жұмсақ саясын ұсынып, жайлы таңда өз сұлулығына өздері елтігендей рақаттана маужырайды.